Ассалаумағалейкум, сәлем Түркістан. Сіздермен мен Абылайхан және досым Бексұлтан. Бүгін біз қалада орналасқан Саламбуро фастфуд желісіне келіп отырмыз. Қалада екі нүктесі бар. Біріншісі Керуен-сарай сауда орталығында болса, екіншісі Саттарханов 11 мекенжайында. Қай жерде десеңіздер, Дастархан сауда үйіне қарама қарсы. Алматыда студент кезімізде талай дәмін көрген бургерлерді енді Түркістан қаласында дәмін татып көрейік. Кеттік. Біз мына жерде тұрған барлық бургерлер мен хот-догтарға заказ бердік. Олармен қоса фриге де, суға да, соустың түр-түріне де. Бургерлердің бағасы 600 теңгеден басталады, және де 1100 теңгемен аяқталады. Ал чизбургер 800 бен 1200-дің аралығында, гамбургер миксте 1100 бен 1200 теңгенің арасы, хот-дог 600 теңге, фри 450 теңге, соустар 150 теңгеден. Және де сулар 400 теңгеден. Средний чек 1000 теңге мен 1500 теңгенің арасында. Данияр бауырымызда келді, қазір үшеуміз бірге отырып бағасын беретін боламыз. Саламбуроға мен алғашқы рет келіп отырмын. Енді дәмін татып, бүгін бағасын беретін боламыз. Жалпы мынау ішкі құрылыс туралы айтып кететін болсақ, толықтай жастардың талабына сай жасалған. Әсеріміз өте керемет. Маған жалпы қызыл түс өте қатты ұнай бермейді, бірақ қыздарға ұнауы мүмкін. Қызыл түс жастардың арасында мысалға. Өзіміздің берген тапсырысымызды алып келдік. Алдымызда бургерлер, чизбургерлер және хот-догтар. Оларды дәмді болсын деп, қазір қасына соустардың да түрін алдық. Себебі болған, біз қазір фриді қосып жейтін боламыз. Барлығы сіңіру үшін колаға да тапсырыс бердік. Енді көріп, бәрінің бағасын берейік. Достар, біз міне чизбургердің дәмін көріп жатырмыз. Аса бір қатты ерекшелігі жоқ, бірақ дәмі жұмсақ. Ең алдымен нанын айтқым келіп отыр. Наны расында да жұмсақ. Және де өзіне бір тән, өзінің соусы бар, әдемі. Түркістандағы Саламбуроға алғашқы рет келіп тұрмын. Алматыда біраз барғам. Енді дәмі Алматыдағы Саламбуродан кем емес екен. Жігіттердің айтып отқанына толықтай келісем. Наны да, булочкасы да өте жұмсақ екен. Келесі кезек сиыр етінен жасалынған гамбургерде, говяжий гамбургер. Саламбуроға әр нәрсені тапсырыс беріп, жаңағы чизбургер жедік, енді гамбургер жеп жатырмыз. Қазір хот-дог жейміз, үшеуінен де дәм татамыз. Бірақ бір түсінген, жай чизбургердің өзіне біз кәдімгідей тойып қалдық. Тойымды екен ең бастысы. Бургерлердің бағасын бердік, енді келесі кезде хот-догта. Хот-догтың бағасын берейікші. Мән, досым. Маған ең жаңағы чизбургер, гамбургер және хот-догтың ішіндегі ең енді ұнамағаны осы хот-дог болды. Білмеймін, енді өзіме сосиска қатты ұнамағандықтан ба, или әр адам, 1000 адамның 1000 түрлі пікірі бар ғой. Сондықтан да маған хот-дог чизбургер гамбургерден қарағанда қатты өтіп жатқан жоқ. Өзіміз аса бір хот-дог көп жемегенбіз, бірақ дәмі шынымен де бургер мен котлет сияқты болмайды бәрібір. Менің пікірім, бүгінгі Саламбуроның дәмдеріне бір сөзбен айтқан кезде жақсы деген баға беремін. Барлығына хот-дог, чизбургер, бургеріне және де соустарына, фриге, фри өте жақсы екен бұл жерде, крепкий екен. Негізі бұл жерде бір өкініштісі разливной пепси коланың болмағаны. Маған барлығы жақсы ұнады, бірақ бір кемшілігі дәл осы жердегі нүктенің құйылмалы, жаңағы Данияр айтып өткендей, коланың болмауы. Өйткені ол құйылмалы кола сәл де болсын салқын болады, ал ыстық тамақты жегеннен кейін салқынмен жұтқан асты сіңіруге өте қажет деп есептеймін. Саламбуро фастфуд орталығы таңғы 11-ден түнгі 11-ге дейін жұмыс жасайды. Және де жеткізу қызметі бар. Жеткізу қызметі таңғы 11-ден түнгі 10-ға дейін. Жеткізу қызметі тегін емес, ақылы, ол 500 теңгені құрайды. Бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Және де егер сіздерге ұнаған болса, астына түсіп міндетті түрде комментарий, лайк басып, достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер. Және де біздің Instagram, TikTok желісіндегі парақшаларымызға тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Абылайхан, достарым Бексұлтан мен Данияр. Келесі кездескенше.